Түркістан қаласында мәдени-рухани орталығында бүгінгі таңда 42 су бұрқағы қалыпты түрде жұмыс жасап тұр. Қала бойынша бізде 92 су бұрқағы жұмыс жасайды. Су бұрқақтарға суға түсуге болмайды. Осы жағдайға байланысты бүгінгі күнге дейін 12 адамға ескертпелер жасалынды. Әрбір су бұрқақта мынандай қорғаныстық ажырату құрылғысы орнатылған. Электр қуатына байланысты ақау пайда болып жатса, 30 миллисекундтың ішінде тоқтан ажыратады. Электр құрылғысынан су бұрқақ өзіне тоқтап қалады жұмысы. 412 және 364 баптарға сай әкімшілік құқық бұзушылығына ескерту беріледі. Бірінші кезінде 42 айлық көрсеткіш есебінде айыппұл қарастырылған. Сондықтан да құрметті ата-аналар